Саламатсыздарбы, құрметті ұстаздар, оқушылар. Бүгін бізде ауыл олимпиадасының облыстық кезеңінде келген есептерді қарастыратын боламыз. Яғни бірінші есеп ұнтақ қоспасы туралы. Бұл жерде бізге 6 ұпай беріледі екен. Енді оқып көрейік. Жылу сыйымдылығы 40 джоуль градус Цельсий болатын металл ыдыста, то есть калориметрде 15 градус Цельсий температурада 250 грамм су бар. Жалпы салмағы 120 грамм, қорғасы мен алюминий чиптерінің қоспасы суға салынып, 100 градусқа дейін қыздырылады. Жылу тепе теңдігі орнатылғаннан кейін бүкіл жүйенің температурасы бізде 20 градус болады. Қорғасын және қандай алюминий қыздырылған қоспаның бөлігі болды? Бізде қорғасы мен алюминийдің бұл жерде жеке-жеке массасын табуымыз керек. Так, қоршаған ортаға жылу шығыны ескерілмейді дейді. Және бізде ескерту берілген, қандай судың қорғасын және алюминийдің меншікті жылу сыйымдылықтары сәйкесінше судікі 4200, қорғасындікі 2100, алюминийдікі 400 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус Цельсийге тең. Ал енді шығарып көрейік. Ең бірінші біздер бұл енді термодинамика болғандықтан жылу сыйымдылығы берілген. Демек бізде жылу берілудің формуласын жазамыз. Жылу берілген кезде бізде ол әрине Q. Q тең бізде Cm дельта Т. Енді қараңыздар, бізде неше түрлі зат бар? Бізде не бар? Бізде калориметр бар бірінші. Мысалы, осындай ыдыс деп алайықшы, калориметрдің ішінде су бар. Және сол суға бізде қорғасын мен алюминий кесектер салынған чиптері. Сондықтан бізде неше түрлі жылу берілу процесі болатын қарастырып көрейік. Бірінші, біздер міндетті түрде калориметрді қыздырамыз. Яғни Q1 деп алайық, калориметр. Ол бізде дәл осындай Cm дельта Т. Демек, С калориметр, масса калориметр. Дельта Т бізде калориметр неше 20 градус болады дейді. Демек, неше градусқа қыздырылған болып саналады? 15 градус температурада 250 грамм су бар ол басында. Демек, 15-тен азайтамыз 20-ны. 15-тен азайтамыз 20-ны. Немесе 3-2 минусты бар, 20-да 15 азайтамыз. Енді бұл жерде қазір плюспен шығара береміз, маңызды емес. Сосын бізде мынандай жағдай айтылған. Қараңыздар, бұл жерде калориметрдің жылу сыйымдылығы 40 джоуль градус Цельсий деп тұр ғой. Демек, бізде не жоқ? Негізі бізде болу керек джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус Цельсий болу керек қой. Бізде килограмм жоқ. Демек, біз бұл жердегі калориметрдің массасын ескермейміз деген сөз. Тек джоуль бөлінген градус Цельсий. Демек, С бізде калориметрдің жылу сыйымдылығы 40 джоуль бөлінген градус Цельсий. Көбейту 15-20, енді 5, 20 азайту 15 деп жазу керек, Т2 минусты 1. Так, 5 көбейткен кезде бізде сонда шығады 200 джоуль. Q2 келесі, бұл жылуды алады, алған жылу мөлшері. Тағы да кім жылу алады бізде? Судікі бар, Мына ішінде су бар ғой. Бізде жаңа айтып өткенде 4 затымыз бар. Су, калориметр, қорғасын және алюминий. Енді біз судікін қарастырайық. С су, масса су және дельта Т су деп жазамыз. Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200. Так, судың массасы 250 грамм деп тұр. 10 килограммға айналдырсақ 0,25. Так, дельта Т бізде су неше градуста тұр? 15 градуста, Және оны 100 градусқа дейін қыздырылады. Демек, бізде қанша болады? 100-ден азайтамыз 15-ті. Бірақ бұл жерде бізде біткен ғой, соңғы температурасы бүкіл жүйенің орныққан температурасы 20 градус. Сондықтан бұл жерде дельта Т-ны 20-дан тағы да 15 азайтам. Сол кезде менде тағы да 5 градус Цельсий шығады. Тең. Енді көйтем, 0,25-ке көйтсек, 0,25-тің 100-ден 1 бөлігі 42 қалады. Так, 4-тен 1 бөлігі. 4200-ді 5-ке көйтеміз, оны 4-ке бөлеміз. Сонда бізде 5250 джоуль болады.
Так, келесі Q3. Q3 менде енді судікін қарастырдым. Q3 менде кім қалды? Қорғасын және алюминий кесегі қалды. Q3 қорғасын деп алайын. С қорғасын, масса қорғасын, дельта Т қорғасын. Тең. Так, қорғасынның меншікті жылу сыйымдылығы міне плюмбум деген 2100. Масса қорғасындікі бізде белгісіз, иә? Себебі бізде берілген мына 120 грамм деген қорғасын мен алюминий чиптерінің қоспасы. Демек, маған ол берілген нәрсе, мына жерге жазып қояйын. Масса қорғасын плюс масса алюминий, ол менде 120 грамм килограммға айналдырсақ 0,12 килограмм. Бұл бізге керек болады. Демек, мен әзірше бізде белгісіз болғандықтан масса қорғасын деп алайын. Енді дельта Т қорғасын да кім? Алюминий да бірдей дельта Т-лары болады. Яғни олар 20 градус, басына 100 градус болған кезде салынды ғой, демек чиптер. 120 градус. Демек температураның өзгерісі бұл жерде қанша болады? Так, 100-ден 20-ны азайтсам 80 градус болады, 80. Так, 8, 16, так, 168 мың джоуль болады. Енді келесі Q4. Q4 менде алюминийдік болады. Масса алюминий, дельта Т алюминий. Алюминийді қорғасымен бірге салынғандықтан, оның да дельта Т-сы 80 болады. Бірінші С бізде алюминийдікі 400. Масса алюминий белгісіз. Масса А деп қойып, көбейту 80. Так, 32 мың джоуль болады. Мен сосын тағы не ұмыттым, мына жерде масса Q бар екен ғой. Мына жерде 168 мың джоуль көбейту масса Q бар. Мына жерде де масса Q бар. Джоуль соңынан жазу керек. Енді мен есептеймін. Осы мына берген жылу мөлшері мен алған жылу мөлшері тең деп айтамыз, да? Демек, бізде бірінші Q1, Q2 қосамыз. Тең, ол так, алған жылу мөлшері Q3 плюс Q4-ке. Себебі мына су мен калориметрдікі 5250-ге. Так, 5250-ге қосамыз. 200-ді тең. Мынау 168 мың масса Q, масса қорғасын қосу 32 мың масса алюминийдік. Алюминий. Енді мына өрнекте енді қолдануға. Мына жерде қорғасын массасын немесе алюминийдің массасын өрнектеп алуға. Себебі бізде мына жақта екі айнымалы болып тұр ғой. Так, масса қорғасын есептеп алсам, өрнектеп 0,12-ден азайтам масса алюминийді. Енді осыны мына жерге масса қорғасын орнына әкеп қоям. Сөз мына қоссам 5450 шығады. Тең 168 мың 0,12 азайту масса алюминий қосу 32 мың масса алюминий. Мына енді 5450 тұра берсін. Біздер жақшаны ашып алуымыз керек. 5450-ді так, көбейтеміз. 0,12-ке 654 болады. 5450 168 мың. 168 мыңға көбейтеміз 0,12-ке. 20160. Азайтамыз 168 мың масса алюминий қосу 32 мың масса алюминий. Енді мынау масса алюминийлер бірігеді. Минус 160, так, мына жер жазып қояйын. 5450 тең 20160. Так, минус 168 мың плюс 32 мың азайтылады. 168 мыңнан 32 мыңды азайтатын болсақ, бізде 136 мың қалады. 136 мың минус пен шығады, үлкен таңбасы ойлады. Масса алюминий. Енді мен масса алюминий минус болғандықтан теңдікті мына жағына шығарамын. 136 мың масса алюминий тең 20160 азайту 5450 болады. Сонда менде масса алюминий 136 мың. Так, мына азайтып алайын. 20160-тан
Так, 20.160'tan azaytamın 5.450'de. 14.710. 700. Так, 10. Енді мен масса алюминийді табалам. Масса алюминий 14.710'ды бөлемін 136 мыңға. Бөлемін 136 мыңға. 0,11 екен, иә? 11 грамм шығар. Енді масса қорғасын тапсам, масса қорғасынды қайықтан табамын. Мына жаққа 12 алдық, 0,12 азайту 12 азайту 0,1. Так, или мынаны 100-ке дейін дөңгелектетейік. 0,108 болады, иә? 108. Так, сол кезде мына 108-ім менің, так, бұл килограмммен. Демек, ол 108 грамм бұл. Ал мына 0,112-ден 0,108 азайтсам, 120-дан, мына сонда 0 бар деп ойласақ, 120-дан 108-ді алған есеп. 0,12 шығады. Так, килограмммен. Ол бізде немесе 12 грамм. Бізде жауап шығады сонда. Жауабы масса алюминиеміз 108 грамм, ал масса қорғасын 12 грамм. Немесе жауабын килограмммен де беруге болады. Қатесі жоқ. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Тағы да осындай олимпиада есептері туралы көбірек контент күтсеңіздер, міндетті түрде комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар.